бір ғалым досын шығарып салған кезде ол сауда жасап тұратын еді. Сауда жолға кетіп бара жатқан кезде бір құсты көреді. Көзі соқыр, қанаты сынған бір құсты көреді. Соған екінші бір құс келіп аузына тамақ салып кетеді. Соны көріп, мана көзі соқыр, қанаты сынып құсты тамақтандырып қойған Алла, мен аштан қалдырыпсың ба деп қайтып келген кезде оған досы не айтты? Әй досым-ау, сен өзіңді сол бір қанаты сынған, көзінен жанарынан айырылған құсқа теңегенше, алушы қолдан беруші қолы қайырлы ғой. Сол беріп жатқан құсқа неғып теңемедің дейді. Мына акиматта кісілермен де сөйлесек те көптеген адамдар бар. Ерлі зайыптылар жалған түрде құжатпен ажырасып алған, жалғызбасты әке, жалғызбасты ана болып көмек алып жүреді. Мешітте де сөйтіп келіп жатады. Мен мынандаймын, мен жағдайым жоқ деп. Сондай бір кісілердің бірі болды. Біздегі жамағат таратады. Сол жамағаттың біреусі келіп айтып жатыр. Ол кісіге ескертем деді. Апатай, бұл тізімге қызығатын тізім емес бұл. Бұдан шығуға тырысатын тізім. Мүмкіндігіңіз болса, бұдан алма қойғаныңыз дұрыс. Өйткені қаншама шынайы мұқтаждар бар. Сіздің үйіңізге қарасам, жағдайыңызға қарасам, жақсы келдіңіз. Мен мұқтажым жоқ, мұқтажым деп. Сонда өтті дейді. Қарасам, ол кісінің балдарды кішкене қызмет істейтін секілді. Осы қалада тұрмайды, басқа қалада тұрады. Бір күні үйіне барсам жылап отыр еді. Бір алаяқтар депозитке салып қойған 3 миллионы бар, сондайды алып қойған, басына 2 миллион кредит тағы алғыстырып жібергенді. Енді ол шынайы мұқтаж. Енді мешітке кетеседі. Депозитінде ақшасы бол жүр, кедей кемшіктермен жарысып, сол бір ақшаның жылжып жүрген адам болатын болса, Аллах Тағала оны лайықты қылып қойды. Аллах Тағала оған ескерту жіберді сол жамағат арқылы. Алла сақтасын бұндайдан. Жалпы бұндай тірліктерге түсіп қалудан Аллах Тағала сіздермен біздерді баршамызды сақтасын. Мына осындай бір алаяқтықтан қалай сақтанамыз дейтін болсақ, әлбетте мұсылман адам ешкімге ақысын жегізбеу керек. Хазіреті Омар радиаллаху анху өзі айтады, мен ешкімді алдамаймын дейді. Және де ешкімге алданбаймын дейді. Бұның мақтаным үшін айтып жатқан жоқ сіздермен біздерге. Мұсылманның сипаты осындай болды. Біреудің ақысын жемей, және өзінің ақысын жегізіп қойып қарап отпау керек. Қандай алаяқтың түрі шығып жатыр. Сіздің кәсібіңізге қатысты болатын болса, оны білу сізге міндет болады. Өйткені сіз күнде сол кәсіппен шұғылданып жүрсіз. Қандай бір алаяқтық етек алып жатыр ма осы қалада? Соларды біліп, өзіңізді, отбасыңызды сақтай білуіңіз қажет. Ал енді жарайды. Біреудің ақысын жеп қойсақ, бұл дүниеде рахаттанып жүретін шығармыз. Ақыретте құнылға шығармыз. Бұл дүниеде ақымыздан айырылсақ, жарайды, бұл дүниеміз күйетін шығар. Бірақ біреудің ақысын жеп қоятын болсақ, ақыретіміз күйетті. Сондықтан бұл дүниеде күйдірместен, ақыретті де құтылға жіберместен адам мына бір сипаттарға мән беру керек. Ең біріншісі ол Құран хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, иттақилла хайсума кунт. Қай жерде болмасын, Алладан қорық. Қай жерде болмасын, Аллах Тағала сенің бақылап тұрғанын біледі. Қай жерде болмасын, өйткені Аллах Тағала қараңғы түнде, қараңғы бөлмеде қап-қара құмырсқаның қара тастың үстінде жүргенін де біліп тұрады. Бірде бір ұстаз шәкірттеріне айтады,
сабақ берген, содан кейін келіп ертеңгі сабаққа әрқайсыларын бір тауықтан сойып алып келіңдерші дейді. Бір тауықтан сойып алып келіңдер. Бірақ бір шартпен оны ешкім көрмеу керек дейді. Мүлдем ешкім көрмеу керек дейді. Содан келіп барша шәкірттер келесі күні қараса тауықтарын алып келіп тұр дейді. Мен оны адам жоқ, сондай бір көпірдің астына барып сойдым. Мен сонау сахараға барып сойдым. Мен мына жаққа барып сойдым. Үйде ешкім жоқ. Ешқандай қараңғы бір бөлмеге барып сойдым. Бұған 100% сенімдімін, ешкім көрмедім деп тұрса, бір бала тауықсыз келіп тұр дейді. Әй, сенің тауығың қайда? Не болды десе, қайда барсам да мені біреу көріп тұрғанын сеземін дейді. Қай жерге бармасын, тауығымды ұстап анда барам, мына жаққа барам, бірақ біреу көріп тұрғанын сеземін дейді. Кім ол? Алла. Қай жерде болмасын да Аллах Тағала білуші сіздермен біздеріңізді. Ануам сүресінің 3-ші аятында Аллах Тағала не дейді? Валлаху фис-самауати ва фил-ард я'ламу сирракум ва жахракум. Ол Алла, жер мен көкті бағындырған Алла, жер мен көкті жаратқан Алла, сендердің сырларыңды да, сендердің ашық айқын істеген нәрселеріңді де біледі дейді. Ва я'ламу ма тактасибун. Және де сендердің не кәсіппен, немен айналысып жүргендердің баршасын Аллах Тағала біледі. Яғни ең бірінші қандай да бір жағдай болып тұратын болса, біреумен бір қарсыласып қалатын болсақ, хақымызды бөлісе алмай спорласып қалатын болсақ, ұмытпайық, Алла көріп тұрған бұған. Ол адаммен спорласқанымыз түк емес, жаңағы басында айтқан хадисте айттық қой, үш сипаттағы адаммен Аллах Тағала өзі спорласатындығы. Алланың мен спорласпай тұрып, адаммен спорласар кезде біздің хақымызды жеп қоймасынан қарағанда, мен оның хақысын жеп қоймайын деген оймен санасайық. Яғни біріншісіне Аллах Тағаланың барлық жерде көріп тұрғандығын білу. Екіншісіне келетін болсақ, бұл әлбетте тақуалықтың ең алғашқы баспалдағы бұл қанағат. Асыға шүкіршілік ету. Сол ұрлап жүрген алаяқтарды қарайтын болсақ, алаяқтықпен айналысып жүрген адамдардың баршасын үйіне барып қарайтын болсаңыз, шотындағы ақшасын барып қарайтын болсаңыз, жаңағы айтып отқанымызда депозитте ақшасы болуы мүмкін, тағы басқасы болуы мүмкін. Бірақ қанша жерден дүние болып тұрып қанағатың жоқ болса, кедейсің. Қанша жерден байлығында, мүлкінде болмай қанағатшыл болатын болсаң, сенен асқан бай жоқ. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Кім Аллаға иман келтіріп деп, өзіне жетер жетпес болса да берген ризыққа, Аллах Тағалаға шүкіршілік ететін болса, қанағат ететін болса, Аллах Тағаланың қалауымен бақытқа кенеледі дейді. Бақытқа кенеледі. Қанағатсыз адамның 40 бөлмелі үй болатын болса, әттеген-ай 41-ші бөлмесі неге болмады деп айтады. Али радиаллаху анхудан сұраған кезде, тақуалық дегеніміз не деген кезде? Қанаа бил қалил, яғни азға қанағат ету деп жауап берген. Тақуалық ең алғашқы баспалдағы осыдан басталады. Ибраһим Ансари бабамыз айтқандай, аз бір қиындыққа төтеп бермесе, үлкен бір қиындыққа тап боласың дейді. Азға қанағат тұтпасаң, үлкен ризықтан махрұм боласың дейді. Расында солай ғой. Үшіншісіне келетін болсақ, әлбетте бұл тақуалық. Тақуалық дегеніміз не дейтін болсақ, бұл Аллах Тағаланың бұйырған нәрселерін істеп, тыйған нәрселерден тыйылып, тек Алланың разылығын іздеп жүрген жандарды айтады. Қателеспейтін адам болмайды, қателеседі. Бірақ ол қандай адам дейтін болсақ,
кателигинен караганда, жамандыгынан караганда жакшылык әлдеқайда басымыраак. Соны біледі. Алла қаласа сіздерді тақуалы, сүйікті құлдарының қатарынан табылуымыз нәсіп етсін. Төртіншісіне келетін болсақ, бұл адал еңбек. Адал еңбек. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен кетіп бара жатқан кезде өте бір қарулы, бойында күш қайраты тасқан бір кісіні көреді. Кейбір адамдар сезіп тұрады ғой, бойында қайраты, күші. Сол өтіп бара жатқан кезде бір сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Я Алла елшісі, бұл кісі Алла жолында ма?" деп. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Егер ол бала шағасының нәпақасын теру үшін жолға шыққан болса, ол Алла жолында" дейді. Егер ол ата-анасы, қартайған ата-анасына қызмет етуге соның жолында бара жатқан болса, онда ол Алланың жолында дейді. Егер ол елдерге қол жайып, тіленіп, сұраудан настанып, пәктігін сақтауға тырысып, нәпақасын іздеуге шыққан болса, онда ол Алланың жолында дейді. Ал егер ол ел жұртқа өзін көрсетейін деп, қандай керемет, мықты екендігін ел жұрттың тілдерінде сол адам туралы сөздер жүру үшін шығып бара жатқан болса, ол Алла сақтасын, лағнет атқарамыздың жолында дейді. Адал еңбекке Аллах Тағала өзінің берекесін береді. Береке дегеніміз сондай нәрсе. Мысалға, алдында бір ұстазымыздан сұраған кезімізде берекеге бір мысал айтасыз ба деген кезімде былай айтқан еді. Мысалға дейді, ит бір туғанда қанша туады? Қанша туады? 5, 6, 7, 8 туады. Қой туған кезде қанша туады? Береке. Әлемде қой көп па, ит көп па? Әлемде иттерді құрбандыққа шалып жатыр ма, әлде қойларды ма? Әлемде азық етіп жеміп жатқанның көбісі ит па, қой ма? Бірақ көрдіңіз бе? Аллах Тағала қойға береке беріп қойған. Қанша ол жылына 2 рет қана ары кетсе, 2 рет дүниеге алып келетін болса, туатын болса, ол не? Төлейтін болса, қой қаншама өрес. Ит қаншама туады, бірақ қанша туғанымен берекесіз.